Ассалаумағалейкум қадірлі ағайын. Мен Дала қырандары жастар қоғамдық бірлестігінің мүшесі Мырзабек Ержан. Сіздерге соңғы уақытта еліміздің рәміздеріне көрсетіліп жатқан құрметсіздіктер туралы айтайын деп шештім. Соның бірі Жарапазан оқиғасы. Жарапазан оқиғасы 21 наурыз күні Рудный қаласында орын алған еді. Өз елімізде жүріп, өз жалауымызды көтере алмаған дұрыс па? Ұлсат жоқ, мына Қазақстанда жасап жатырмыз. Мына қараңыздар туды. Бұйрық келген, жалауды көтермеңдер деп жатыр. Жарапазан бұл ұлтымыздың рухын көтеретін мәдени шара. Бұл шара әкімдікпен келісіп, заңға сай өткізілді. Шара барысында қатысушыларымыз өзінің патриоттық сезімін көрсету үшін Қазақстан Республикасының туын алып шықты. Бірақ Рудный қаласының әкімдігі келіп, туды алып тастауын талап етті. Олай етпесе, полиция мен прокуратура күш қолданады деп айтылды. Бұл біз үшін үлкен қорлық. Себебі мемлекеттік ту, ол біздің тәуелсіздігіміз бен бірлігіміздің символы. Оны шектеуге ешкім тиіс емес.